Біз қаншалықты жақсы өмір сүріп жатырмыз? Мұның бәрін түсінуге көмектесетін көптеген көрсеткіштер бар. 2024 жылы ұлттық статистика бюросы серіктестерінің қолдауымен қазақстандықтардың бүгінгі күні қалай өмір сүріп жатқанын және қандай қиындықтарға тап болатынын білу үшін үй шаруашылықтарына ауқымды зерттеу жүргізді. Қазақстанда туу деңгейі салыстырмалы түрде жоғары болып қалуда. Дәрігерде шамамен барлық әйелдер ең болмағанда бір рет жүктілік алдындағы бақылаудан өткен және босанғаннан кейін де бақылауды баласымен бірге жалғастырады. Дегенмен, баланың тірі қалуына қатысты қауіп-қатерлер әлі де бар. Ең кең тарағаны жүктілік кезіндегі олқылықтар. Өлім себептерінің бірі қорғаныс құрылғылары жоқ терезеден құлау болып табылады. Өмірдің алғашқы жылдарында балалардың көпшілігі қолайлы ортада өсіп дамиды. Олар қамқорлық пен қолдау көрсетілетін ортада білім алып дамып келеді. Тамақтануда физикалық және психологиялық денсаулықпен қатар маңызды фактор болып табылады. Дегенмен, әрбір үшінші бала тәрбиелеу барысында әлі де зорлық-зомбылыққа тап болады. Мұны позитивті ата-ана болу тәсілдерін қолдану арқылы өзгертуге болады. Шынайы деректерге сүйеніп және күш-жігерімізді біріктіре отырып, біз әрбір бала үшін одан да көп игі іс жасай аламыз. Бұл деректер жай ғана статистика емес. Бұл қоғам ретінде біздің айнамыз. Сандар бізге дәл қазір қай жерде әрекет ету қажет екенін көрсетеді. Қазақстанның ұлттық статистика бюросы мен ЮНИСЕФ осы маңызды зерттеуді жүргізуге қосқан үлесі үшін UNFPA мен Азия даму банкіне, мемлекеттік органдарға және Қазақстан халқының барлығына шын жүректен алғысын білдіреді.